Пешемнің арқасында, үш апайымның арқасында күн кешіп жүріп айту ер жеттім. Жесір қатын үйден шықпай отырып, бүкіл ағайын туғанды бір шөкпен айдайды. Солардың шал-шауқаны кемпір сампырларының ортасында өстім. Обал не керек, бірде-бірі әй кәпір деп бетіме қараған емес. Бәрінің тілегі мен аман болса екен, адам болса екен деп тілеген сол болды. Әкеміз сол ауылдың намысымен, сол ауылдың тірлігімен тірлік кешкен белді кісі болған екен, бірақ ол менің бір жасымда өліп қалды. Өзінде қашанда болмасын, әр қашанда кедейшілікке, жоқшылыққа, қиянатшылдыққа соған өзім дайындап өстім. Қатон Қарағай деген ауданды естігендерің бар ма? Өзінің шын аты Қатын Қарағай. Орыстар Қатон Қарағай деп, содан Қатон Қарағай болып кеткен. Шекарадағы бір жағы Монғолия, бір жағы Россия, бір жағы Қытай, соның ортасында тұрған. Бұрынғы біздің жыл санауымызға дейінгі аты Отыкен. Жыл санауымыздың 91-ші жылы бүкіл түркі сол жерге ергенектіге жиылып, ел болып, сосын кейін барып сол жерден тараған. Мен сол жерденмін. Тау, Алтайдың тауы, ең биік жер сол жерде, орманы. Жұт болатындай, жоқтық болатындай, аш болатындай жер емес, былай қарасаң. Бірақ бүкіл қасіреттің бәрі сол жерден шыққандай. Бүкіл түркілердің сол кезде сонда жиналып, Туран империясын жариялап барып, 555 жылы сол жерден барып, батысқа, шығысқа, жақтың барлығына жол шеккен. Түркілердің ата мекені. Отыкен деген сөз, байлықтың бәрі өзінде деген сөз. От дегенді білесіңдер ғой, мал оттап жүр дейді. Кен деген таусылмайтын байлық деген сөз. Кешегі Аттилла сол жерден аттанған батысқа. Аттилладан кейін Көтен хан дулаттар, о да сол жерден аттанған. Одан кейін Шыңғыс хан, о да сол жерден аттанған. Түркілердің тарихы сол жерден басталған. Соның артында қалған сығып содан қалған жемтігі біз. Алдарында отырған мен.